Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасының жұмыс жоспарына сәйкес мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында аудандық мәдениет үйінде анаға тағзым атты шара өтті. Аталмыш жоба отбасы құндылықтарын насихаттауға, ұлттық дәстүрді дәріптеуге бағытталған. Шараға республикалық және аудандық аналар кеңесінің мүшелері, аналар, қыз-келіншектер қатысты. Жиналғандарға алдымен салауатты сана жобасының мақсаты түсіндірілді. Елімізде биыл қолға алынған салауатты сана жобасы нашақорлық, тұрмыстық зорлық-зомбылық, ысырапшылдық, вандализм және ұрлық тәрізді әлеуметтік мәселелермен күресуге бағытталған. Сонымен қатар балаларымыз қауіпсіз қоғамда өмір сүрсін десек, оны өзіміз жасайық деген ұранды ұстанатын жоба өскелең ұрпаққа салауатты өмір салтын насихаттап, тәрбиелік бағдар беру мақсатында жұмыстанады. Бүгінгі жоба аясында еліміздің көптеген аймақтарында шаралар өткізілуде. Солтүстік Қазақстан облыстық психология және тұлғаны дамыту орталығының директоры, клиникалық психолог, республикалық аналар кеңесінің мүшесі Ризада Баймұхамбетова сана, оның ішінде адам санасына не әсер ететінін түсіндіре келе, орталыққа халықтың адам санасымен қалай жұмыс істейтінін түсіндіруді қолға алғанын атап өтті. Соның ішінде бала тәрбиесі, отбасында баламен қарым-қатынас, бүгінгі баланың санасын әлеуметтік желіден алшақтату туралы атап өтті. Бұдан соң психолог жиналғандарға жасөспірімдердің өздері әрекеттері, адам баласының өзін-өзі тану бойынша дәріс оқыды. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.